Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ әрі нәзік болып пісетін күлше нанның рецептісін ұсынатын боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Ең алдыменен 200 грамм жылы суымызға 200 грамм жылы сүтімізді қосып, 1 чайный ложка шай қасық тұз, 3 ас қасық шекер, 60 грамм сары майымызды қосып, және де 1 ас қасық ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сүтіміз бен суымыз жылы болу керек, күймейтіндей. Барлығын жақсылап дрожжымыз ерігенше, шекерлеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте еленген ұнымызды аз-аздан қоса отырып, қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын аса қатты жұмсақ емес, қатты емес қылып, орташа көлемде қамыр илейтін боламыз. Жеуін жақсылап қандырамыз. Қажетті мөлшерін описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сояқтан қарасаңыз болады. Мінекей, бізде осындай қамыр шықты. Ең соңында осылай қолымызды 1 ас қасық сұйық маймен майлап, осылай қайтарып қойсаңыздар болады. Енді бетін жауып, жылығып орап, 1-2 сағатқа қалдырамыз. Мінекей, 2 сағаттан кейін біздің қамырымыз осындай болып көтерілді. Енді осыдан майда бөліктерге бөліп күлшелейміз. Мен өз көз мөлшерімен күлшеледім. Сіздер таразға тартып істесеңіздер де болады. 120-150 граммнан. Өздеріңізге қажетті көлемде осылай күлшелеп шығасыздар. Табаға салғанда алдын ала майлап, араларын ашық-ашық қоямыз. Көтерілгенде жабысып қалмас үшін. Табаға күлшелеп болғаннан кейін бетін фольгамен немесе көңкіменен осылай жауып қоямыз 10 минутқа қалдырып. Енді бетіне жағатын жұмыртқамызды дайындайтын боламыз. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөлек алып аламыз. Және сары уызына 2 ас қасықтай сүтімізді қосып, осылай жақсылап араластырып. Он минуттан кейін біздің осылай қамырларымыз көтерілді. Енді алақанымызбен, саусағымызбен осылайынан ортасын шұқыр етіп жайып шығамыз. Және де ортасын шанышқының көмегімен осылай тез жасаңыздар да болады. Ендігі кезекте жаңағы жұмыртқаның сарысын осылайынан жағып шығамыз бетіне. Табамызды алдын ала қыздырып қоямыз.
пешімізді. Бетіне мак немесе күнжіт сепсеңіздер де болады, өз қалауларыңызша. Ол міндетті емес, сеппесеңіздер де болады. Мен үйде күнжіт жоқ екен, сол себептен мак септім. Және де пешімізді 250 градуста осылайна пісіріп аламыз. Мінекей, нанымыз пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен болған Ғалия. Келесі видеода кездескенше.